Құрметті көрермендер, эфирдің жаңа санын назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі хабарға біз дәстүрлі өнерді насихаттап жүрген белгілі әнші Айгүл Елшібаеваны шақырдық. Айгүл, рахмет, 20 жылдан астам сені білем. Әділдік үшін күресіп жүрген қыздардың бірісің. Соңғы кездер жазып жүрген посттарыңнан бастасақ. Енді адам табиғатынан, болмысынан, туысынан, адам жаратылысынан, адам деген енді бір өзінің, мысалы біреу әділетті болады, біреу шыншыл, біреу өте сафайы, біреу адал, біреу инабатты деген сияқты әртүрлі адам бойында мінез-құлықтар бар ғой. Айгүлге Қарап отсаң, қазір бізде бұрын көркемдік кеңес деген болған. Көркемдік кеңестің кезінде сахнада тек қана мықтылар ғана шыққан. Ол Совет одағы кезінде. Одан кейін енді қара, енді кеңес одағы ыдырады ғой. Одан кейін көркемдік кеңес алып тастады. Сосын сахнада кім жүр? Бүркітте жүр, қарға жүр, жапалақта жүр, бұлбұлда жүр, сандуғашта жүр. Бәрі жүр да? Бәрі жүр. Сосын соларды қосып қояды да, міне біздің қазақтың ұлттық өнері дейді. А мен сол кезде неге күйінбеймін? Мен неге сол кезде аққутең бе жапалақпен қарғамен дегендей, мысалы, бұлбұлдың өзінің бақшасы болмаса сайрайтын. Мысалы, алдында біз екеуміз бір сұхбат құрдық қой бір хабарда. Ана ұлттық дәстүрлі өнер театры жоқ. Мысалы, дәстүрлі өнерлер қайыққа барып ән салады, олардың сахнасы жоқ. Ана операның өзінің залы бар, опера балет театры бар. Анау жаңағы оркестрлардың өзінің залы бар. Біздің қазақтың дәстүрлі әншілері неге олар бейшара күйге барып көрінгеннің астында бүйтіп жүру керек? Неге олардың өзінің сахнасы жоқ? Әр бұлбұлдың өзінің сайрайтын сахнасы бар ғой. Сол сияқты неге сайрайтын сахнасы жоқ деген. Фильтр жоқ демек қазір. Себебі қазірде сапа деген болады, және де сан деген болады. Сан бар. Санда бұлбұлда бар, бүркітте бар, қарғада бар, қарлығашта бар, мысалы. Сапа жоқ та, сапа. Сапаны бақылайтын ондай ұйым да жоқ. Әркім өз білген жасап, соны насихаттап солай жүрді, қарап отырсаң. Ал бұрынғы кезде, неге ол кеңес үкіметін қозғап отырмын? Ол кезде мықтылар ғана шығатын. Ал қазір мықты емес те ән салып кетті. Ауызы бардың бәрі ән салып кетті ғой. Сол кезде мен кейде бір сұхбаттарда ренжігенім бар. Мысалы, бұғауыз айтып ән айтатындарды насихаттайсыңдар. Ол не? Бұғауыз айтып не? Соншама былай қарасаң, естуге болатын сөз, айтуға болатын, естуге болмайтын сөз, айтуға болмайтын сөздер болады. Ол деген әдепке барып тіреледі, мәдениетке барып тіреледі. Ал мәдениетті біздің қазақта азғындайтындарды насихаттағанда мен неге жаным күймейді оған? Мен себебі ертең ұлт артымыздан еріп қаншама ұрпақ келатыр. Сонда мама сендердің кезінде қандай сонда осындай әншілер шығыпты ғой, соған ешкім тыйым сала алмады ма, неге өйтпейді деген маған сұрақ болмасында мен арым таза болу керек. Мен айтатын жерде айттым. Егер де ол жақсы болып түзеліп кетіп жатса, ол менің қоғамға деген кішкентай болса пайдам. Тым көп сын айтып жүрсің. Қазіргі уақытта телеарналарға қатысты, контентке қатысты, әншілерге қатысты, болмаса тренинг өткізетіндерге қатысты түрлі сыни посттар жазып жүрсің. Ал енді қараңызшы сіз, жаңағыдай бейпіл ауыз, бұғауыз өлең айтатындар. Мысалы, 91 айттық, оған бүкіл 91-ның барлығы маған жабылып, сіз кімсіз домбыраңызбен барып сол жүре беріңіз деген сияқты әңгіме болды ғой, бір айтам деп соны, иә? Мысалы, құрттың бір нәрсе істегенді айтты, иә? Ал мысалы, кеше Аргони деген айтып жатсыңдар. Оның өзі, ой, бір нәрсе деген әнді айтып жүр. Яна кешеде мысалы хабар арнасынан, иә? Топ жарғанда, ана бала отыр, ол бала шешеңді бәлен қылайын деген өлең айтып. Соны келіп біз топ жарғанға жюри қылып қойып жатырмыз да. Роза Рымбаеваның қасында мықты эстрадалық әншілердің байқауында ол жюри болып отыр. Ол сонда бұғауыз өлеңі айтқан үшін сонда біз бүкіл қазақтың бойына сіңірген, мәдениетін сіңірген, дауысты нағыз эстрадалық ертең әлемге шырқайтын әншілерге неге біз оны жюри қылып қоямыз? Мен қазір кім туралы айтып отырғанын түсінбей отырмын. Балер шығар. Балер айтып отырмын. Сол репердің, сол қарасаң дәстүрлі мәдениет деген бар. Ұлттық өнердің өзі дәстүрлі мәдениет бұлар деген сонау, мысалы біздің қазақтың өнері сонау ата бабамыздан кеткен түркі, анау ғасырының ары жағынан кеткен ұлттық мәдениеттің сусындаған биік шыңы болатын болса, жалғасып келе жатқан ата бабадан балағайы, ол да сондай көргенсіз мәдениеттің жалғасы бұл деген. Соны біздің қазақтар жаңағыдай керемет болам деп сол қаяқтағы бір басқа ұлттың көргенсіз дүниелерін барып біздің қазақтың ата бабасынан кеткен дәстүрінде көрсету ол арсыздық деп ойлаймын. Мен неге күйінбеймін? Неге жаңағыдай? Мен өкінбеймін, просто мен күйінемін. Сонымен жақсы, проблема бар, Айгүл, мен түсіндім. Проблема бар, бұл туралы жазып жүрсің, бұл туралы пікіріңмен бөлісіп жүрсің. Дегенмен, проблемадан шығу жолдары қандай сеніңше? Ол бұрыннан басталған жоқ. Бұл осы бір 5 жыл, 1-2 жылдықта басталды, 5 жыл білмеймін даже қанша. Осы жақында басталған үрдіс, мен ондай адамды ешқашан телевидениyaның маңына шығармақ түгіл жолатпас едім ондайды. Есі дұрыс адам оны тыңдайды деп ойламаймын. Сондықтан әркімнің өзі өресіне қарай тыңдайды оны. Ал жаңа айтып отырғаным, біздің мемлекеттің идеологиясында ондай нәрсе
оларды насихаттау, оларды қолдау жасау деген идеологияда жоқ қой. Қай статьяда, қай заңның бабында бар. Ал біздің соны жасап отқан өзімізді, кім өзіміз? Ол жерде ұлтсыз, намыссыз ездердің істеп отырғаны ол. Проблемадан шығу жолы. Оларды насихаттамау керек. Телевидениенің өзінің кінәсі бұл жерде. Рухын оятатын, сені осылай қазақ болып туғаныңа мақтанатын, сенің анау тамырың түркілерден келатқан ұлттық рухты бүкіл сен әлемді билеген мемлекетсің ғой. Сол Шыңғыс хан жарты әлемді билеген дейді. Мысалы, сол мемлекеттердің жалғасының өркениеті биік елдердің мен соның ұрпағымын деп мақтаныш туатын адамда сондай патриоттық сезім оятатын дәрежеге жеткізу керек та. Атының өзі Балдер дейді, қазақта Балдер деген ат бар ма? Сен өзің бәленің өзі сол Балдерден келіп отқан білесің. Сол үшін ондай адамдар эфирге жібермеу керек деп. Міне, бірінші әдепсіз сөз пайдаланылатын әндер эфирге кетпеу керек. Ары қарай. Яғни нақты қадамдар. Ақыры Айгүл проблеманы көтерді ма? Енді Айгүлдің ойынша бұл проблемадан шығу жолдары қандай? Проблемадан және де екінші, жаңағыдай бейәдеп отбасындағы біреудің кикілжіңдерін, оны елге насихаттап, ол тұлғаның журналистер жаңағыдай құйтырқы сұрақтары қойып, оның абыройын шашатын, халық сүйсініп жүрген азаматтың тұлғалық деңгейін төмен түсірмеу керек. Ол сол биікте қалу керек. Оны анықтау үшін қандай да бір сөздерге тыйым салыну керек. Оны қалай анықтайды? Оның абырой төгіліп отыр ма, төгілмей отыр ма? Себебі оған жаңағыдай көргенсіз бейәдеп сұрақтар қойып, немесе өзінің ішкі кухнясында, үйінің ішінде не болып жатыр, сені сөйтіп едің ғой деген өзінің естіп қалған өсектерін, көрінгеннен естіп қалған өсектерін халыққа жарияламау керек. Кез келген президентке отбасы туралы сұрақ қойылады. Иә. Бірақ жаңағыдай олар отбасы туралы сұраған шығар. Бейәдеп сұрақ қойған журналист көрген жоқпын мен. Нақты қандай? Мысалы, мен айтып отырған, мысалы, жариялайды ғой. Жариялаған кезде, мынаның тоқалы екен, мынаның екінші әйел, анау содан ажырасқаннан кейін сөйткен екен, оның бүкіл тағдырын. Факт па? Ол факт қой. Сондай, жоқ, ол оның ішкі кухнясына шаруасы қанша, ол кім не істейді, не қояды. Жауап бермеуге хақысы бар ғой. Жоқ, жауап бермегенде ол соны керек етіп отыр журналистің өзі. Қай сен, мысалы, Талғат Бегелдинов болсын, мысалы, Бауыржан Момышұлының сұхбаттары болсын, біз тұлғаға көрген кім көз алдымызда, мысалы, Димаш Ахметұлы Қонаев болсын, мысалы, солардың қайсынан біз осындай үйінің ішіндегі бықсыған әңгімені қашан естідің сен? Қашан телеарнадан сондай, мысалы, мен онда естіп көрген жоқпын. Мен оларды тұлға ретінде сипатты сүйсініп, мен осындай адам болсам екен деген құлшыныс махаббатпен өскен адамдармыз. Ал қазір тіпті кімді көрсең, анау бүйткен, анау сөйткен, ананың анау өйткен деген сияқты. Кешірім сұраймын, бірақ мен қазір журналистер жақтағым келеді. Себебі журналистің қойған сұрағына сұхбат беруші жауап бермеймін десе, оның еркі, құқы. Осындай адамдардың осылай жеке басының тұлғалық қасиетін төмендететін сұрақ болса, оның деңгейі сол ғана дәрежеде болады. Жақсы, мәселе ол журналистің деңгейінде емес. Журналистің деңгейі, журналист өз себебі эфир күшті болсын, рейтинг күшті болсын деп, әдейі сондай құйтырқы сұрақтар қойып, ел қаратсын деген. Сол дұрыс емес сол деген. Сол дұрыс емес деп ойлаймын. Енді жауап беруші адам өзі жауап бермей қойса болады. Мен сіздің бұл сұрағыңызға жауап бермеймін. Бермейді емес, ол сол сұрақ қояр арқылы жұрттың бәрі, мына кісі сондай ме дейді, ол жауап бермей қойсын. Ол ана жерде сырын ашып отқан сол журналист қой оның. Сонда жұрттар ойбай не болған екен деген сияқты әдейі елеңдетіп отқан журналист оны. Жақсы, сенің ойыңша бейәдеп әндерді экранға шығармау арқылы біз бұл проблеманы шешеді екенбіз. Интернет бар ғой. Баламыз интернет қарайды, әлемдік музыканы тыңдайды. Рэперлардың, афроамерикандық рэперлардың әр екі сөзінің бірі боғауыз сөз. Оның барлығына қалай тыйым саламыз? Ұлттық музыка деген бар. Біз қай мемлекетпіз? Біз қазақ деген мемлекетпіз ба? Ал қазақтың ұлттық музыкасы бүкіл жерде шырқалып, бүкіл жерде концерттерде бүкіл қазақтың музыкасы ойналып, осы бүкіл концерттердің бәрінде біз қазақпыз деп мақтанып шығып жатырмыз ба? Айгүл, басқа сенің ренжитін жөнің жоқ. Жоқ, өйткені мен емес. Ұлттық музыкада жалғыз сенің ғана атың. Жоқ, мені қойшы, мен емес. Мен домбырамды, мен дәстүрлі әншімін. Мен өзім тыңдарманым бар. Мен ешқандай Аллаға шүкірлік етем. Жоқ, мен мысалы эстрадалық бағдарламалар болады, немесе жаңа бір сондай халық көп көретін бағдарламаларда біздің ұлттық әннің, қазақтың әндері шырқалмайды ғой, айналайын-ау. Рас қой, оны ұйымдастырып отқан кім? Сондай адамдарға біз қолына билік беріп қоямыз да, сосын олар отырады, білгендерін істеп та. Ол ұлттық музыканың, біздің қазақтың музыкасы көркесін деген азамат адам емес. Оның несі айтайын саған. Ол ана 91-ның, оның пірі Беделхан, сондайлар, түсіндің бе? Ол соларды пірі көреді. Ал қазақтың бір дауысты әншісі соның концертіне шықты ма? Айтшы.
бұл сондай адамдарға біз билік беріп қоямыз да, еще неге біздің ұлттық музыка дамымайды, неге біздің концертке шықпайды, шығармайтын солар. Олар себебі оны түсінбейді, олар өзінше бір әлемдік музыкада қалқып жүрмейді деп ойлайды. В самом деле бұл ұлттық музыка үшін ештеңе жасап жатқан жоқ олар. Сондықтан бізде ең бірінші ұлт деген қандай ұлтпыз, сонда соның музыкасы, әр елдің музыкасын тыңдау арқылы соның мәдениетін сіңіреді адам. Біз егер де қазақтың ұлттық музыкасы еш жерде ойналмай жатса, біз қалай оны сіңіреміз? Оны естімесе, келген барлығы шетелдің бүкіл жаңағы эстрадалық нәрселерін насихаттап жатса, біз қалай ұлттық музыка дамиды? Оны бермесе, оны бала тыңдамаса. Қарашы енді Лейла, 25 жыл болды ма? Қай бір ұлттық музыканы дамып ғарыштап кетіп, осы барлығы қазақтың диапазонный өлеңдері шығып, жалғыз Димаш қой Дайди Дәуді бүкіл Қазақстан, бүкіл әлемге тыңдатқан. Оған шейін бір біздің қазақтың бір диапазонный керемет кең дауыспен шырқайтын әндері қай жерде шырқалды айтшы? Берілген жоқ қой, насихатта жоқ. Ондай адамдарды. Проблема насихатта ғана деп ойлайсың, мысалы өзің де барсың, өзің де мысалы. Енді мен шығарғанда жоқ қой, айналайын. Білесің ғой, мен саған алдында бір бағдарламада айттым. Мен домбырамен жүрдім, домбырамен терме айтамын, халық әндерін айтамын. Айгүл, бұл концерт сен қатыспайсың, бұл эстрадниктердікі дейді. Жарайды деймін. Сол қашан жарайды? Уже сипай таз болдық дегендей, қартайдық дегендей, мынау масқара. Қой, содан кейін құрсын эстрадмен сүгірт шығардым. Сөйтсе сүгірт шығарып, қазақша үкіміз желбіреп домбырамен мен телевидениеға берейінсе, сенің форматың жарамайды дейді. Неге десе, сенікі қазақы формат дейді. Ал енді сен сонымен өзіңнің ұлттық термеңмен, халық әніңмен жаңағыдай насихаттайынсе, ұлттық телевидениең бермесе. Құрысын ең болмаса бір жасаған дүнием жарыққа шықсын деп, сөйтіп мен Айгүл Елішбай болып қалдым. Мен сол домбырамен құшақтап жүргенде мені ешкім танымас еді. Лейла. Есімде, шаһар радиосы болды ол кезде, алғашқы сүгірдің несін бізде алып шыққан болатынбыз. Енді қараңызшы Лейла, сен өзіңді білесің ғой, сол кезде шығармайтын да бір топ болды оны. Себебі орыстың эстрадасы өзі өте жақсы қарыштап тұрды. Ол кезде қазақтың заман ол кезде қазіргіге қарағанда қиын еді, есіңде ма? Жалпы жағдайда қиын болатын ол кезде. Жағдайда қиын болды. Тек қана ұлттықта емес, жалпы қазақ тіліндегі әндердің жарыққа шығу, танымал болуы өте қиын. Сондай болды. Енді қараңыз. Ақша төлейтін мысалы. Енді қараңыз, телеарнаға шығу ал енді қазір қазақша клиптары барлар, мысалы Асылбек Еңсепов сол заманда алғашқы клиптарды шығарған, ең сапалы шығарғандар Мадина Сәдуақасова болды. Сол 2000-нің басы ғой соның бәрі. Енді олар 2006-та шығардым. 2005 жылдар, 2006-та шығардым өзім. Сонда не үшін шығардым десейші жаңағы. Мен концерттерден шықпайтын болдым, шын айтсам. Домбырамен ешкім қабылдамайды мен. Шығармайды сен домбыра дәстүрлі әншілер. Бірақ сен тығырықтан шыға білдің ғой. Мен сол жаңа эстрадаға көшу арқылы сұранысын қанағаттандырдың. Жоқ, мен өзімді айтайын, өзімді сол жасап, сол ана концертке тығу мақсатында міне тығырықтан шығу жолы. Мүмкін қазір де сондай бір ұлттық нақышта өлең айтып жүргендер бір тығырықтан шығу үшін бір амалдар жасау керек шығар. Қалай ойлайсың? Енді қазірге оны қойшы, енді қазіргі концерттерде мүмкіншілік бар ғой. Бірақ көбінесе концертке кім шығады? Боғауыз ететін әншілер шығады, шын айту керек. Сондықтан мен соған ренжимін. Құста, қарға, бүркітті барлығы ән салдырмай, нағыз бұлбұлдарды сайрату керек деп ойлаймын. Мынау концерттердің өзі мықты әншілердің деңгейіндегі концерт болу керек. Сонда біздің ұлттық өнеріміздің деңгейі биіктейді. Ол ананың сүтімен туғаннан құлақтың құлақ күйін келтіру арқылы келетін нәрсе. Енді қанында қазақ болып үйінде тәрбиесінде жаңағы әке шешесінің қолында бір домбыра болып, немесе бір үйінде отырыстарда бір сондай бір керемет бір профессионалдар тыңдап қалған балдар болмаса да, қарап отырсаң сен ана балаға сен тыңдама мынаны, сен мынаны домбыра тыңда деп қалай айтасың сен? Сен мен қазақпын көр деп қалай айтасың? Қалай айтасың сен, егер насихатың жоқ болса да? Соған дейінгі насихат болған жоқ. Менің өзім шыға алмадым Екібастан. Сондықтан домбырамен шығартпады мені. Мен ана ғасырдың адамы болып қалып қойдым. Құрманғазы, Дәулеткерей, Дина үшеуміз отырмыз бәріміз ана ғасырда. Сондықтан құрсын мына ғасырға шығайық деп эстрадамен жаңағыдай жасадық қой енді. Енді қарап отырсаң бар ғой Лейла. Енді қалай күйінбейсің? Мен неге ашуланбаймын? Менің ұстап жүргенім басқа ұлттың өнері емес қой, қазақтың өнері ғой. Қазақтың сол домбырасы, қазақтың сол киімі, үкім желбіреп домбырамен қазақтың әндерін сол. Мен тек шетелдерге барып келдім арасында. Сол шетелге барып бір жарып жіберем ғой. Ойбай, Елшібай жарып жатыр деп. Жұрттың бәрі ойбай сахнаны шулатып жатыр деп. Сондан бұл кім деп қарайды ғой тағы да жұрттар. Мен тағы отырмын домбырамен. Осымын. Көрдің бе? Осылай насихатталып жатыр. Ал енді Құдайға шүкір, қазір мен ұлттық шабыт университетінде сабақ беремін ғой. Сонда жақында кірдім оған негізінде.
оның өзіне ұлы ойбай мен Роза Рымбаеваның қолдауымен кіріп кеттім шынын айтайын. Иә, осыған кішкене толығырақ айтшы, өйткені осы туралы ақпарат еш жерден табылмады. Сен жұмыс істейтініңді білеміз, бірақ жұмыс істеуге не итермеледі сені? Мені жұмыс істеуге итермеледі. Мен енді Құдайға шүкір, дәстүрлі өнермен халықтың арасында қай сахнаға барсам, мысалы ауылдарға да барсам да, аудандарға концерт қоямын ғой енді. Сол кезде халық жиналады. Өзім рахаттанам. Мысалы тойларға да барсам да тыңдарманым бар. Енді үкіметтен де марапатымды алдым. Мысалы, енді мына 40-тан астық қой енді былай қарасаң. 20-да қыз емеспіз. Орнығайын дедің ба? Иә, 20-дан асқан қыз емеспіз. Сондықтан мына ұлттық өнерді қалдыру керек қой енді, ұрпаққа деген. Сондықтан мен ана бір шамалақ ақшасы өзі, сен оның зарплатасын көрсең құлақ боласың. Бақпал Жүнісова айтып едім, ол ондай зарплаты бар ма деп айтты ғой маған. Мен айттым, біздің мұғалімдер дедім, иә. Мен енді оған шейін шоу бизнестің арасында жүрмін ғой, енді ана концерттермен табам, нелер тойларға барып табам. Мен сонда таң қалдым, осындай зарплатамен адамдар жұмыс істей ме деп. Мен ең бірінші кірген кезде сол жұмысқа 25 мың теңге алдым ғой. 25 мың теңге кәдімгі. Бір тойға шығып келгенің? Бір тойға шығып кеткенің ойбай-ау, енді ол деген білесің ғой қанша екенін. Сондықтан оның миллион есесі көп қой оның деген. Сондықтан мен сондай ақша үшін емес бұл жерде мен айттым. Құдайға шүкір, мені қазақ тыңдармандарым, шын өнерді сүйетін оқырмандарым бар да, маған табылады, тойда табылады, концертте табылады. Бірақ біз не істеп жүрміз? Ұрпақты мынау кейінгі қалып баратқан адамға бір нәрсе тастау керек қой мынау. Біздің мына ғасырға келгенде үзіліп қалып, бейшара дамымай қалыпты осы 21-ге келгенде. 20-ға дейін келтірді. 20-да бір санасы ұрпақ пайда болып, мынау үзіліп қалыпты демесін деп. Содан мен қой дедім да, бұл ақшасына қарап тұрған Құдай өзі. Мен Құдайдың өзі жеткерер жарлымын деп сірәзба депті ғой. Сондықтан қол қалайын дедім. Сондан қазір енді балдарға сабақ беріп жүрмін ғой. Қарасам кәдімге қағып алып өзіңді қайталаған кезде жаным рахаттанады. Мен айтамын, сендер ішімнен айтамын, Алла шүкір. Осыларға Алланың разылығы үшін ұнатам. Берем осы. Өзімді қайталап тұрған кезде дәл сондай өзім сахнаға шыққанның өзінде, мысалы өзімше рахаттанам ғой, жырлармен, әндермен шалқимын, өзімнің әлемімде отырам. Сол әлемді ана тыңдарманым сезінсе екен деген ниетпен шығам да. Дүние деген тұздың суы ішкен сайын кептірер дейді. Ол дүниеге түссең, оны тоймайсың, түбіне дейін жетпейсің. Сондықтан мен ойлаймын, Алла деген шүкірлік етсең, нығметіңді, рызығыңды көбейтем депті ғой. Сондықтан мен қол жайып ешкімнен қайыр сұрап жүрген адам емеспін. Құдайға шүкір алдымда, әйтеуір қазіргі адамға не керек, сол қажеттің бәрі өзімде бар. Шүкірлік етем енді. Сондықтан ойладым, мен ең болмаса мынау өзімнің артымда бір із қалсын, мына ұлттық мәдениетке кішкене менің бір еңбегім сіңсін, мынау ең болмаса артымда өсіп келе жатқан ұрпақ ләззаттансыншы деген ниетпен сол қазір сол жерде жұмыс істеп жүр. Роза Рымбаева айтты, сен не істеп жүрсің? Сенің артыңда мынау қалу керек қой мынау. Мен айтты, сен Айгүл деді, кешеде бір отырыста, Тамараның үйінде отырыста отырмыз. Сонда айтады да, біздің ұлттық мына дәстүрлі жыраулық дәстүр деген бұл сонау келе жатқан мәдениет бұл деген жаңағы мына ертең Айгүлдер кетсе дейді мыналар кетсе дейді. Бәріміз 91 боламыз деді ғой. Роза Рымбаева өзі айтып отыр. Бұл Айгүлдер кетсе біз бәріміз 91 боламыз дейді. Ол Роза апамыздың өзі көзі қарақты, кәдімгі сауатты музыка маманы ғой, қарап отырсаң. Сонда 91 болмау үшін біз өлмеуіміз керек екен деді. Маған суреттеп берші, сенің әлемің қандай? Мысалы, менің әлемім, мен ол әлемге кірем. Қандай ол? Әлемге шомылып шығам, жаңа әліммен, жырыммен. Сол әлемге қалықтаймын мен. Сосын енді қайттан енді, Айгүл-ай, обед қайда, өзің қайда? Тамақ қайда, балдар қайда деген сияқты. Сосын қайтып келем ана әлемнен. Онда отыра алмайсың сен. Сонда ана жырға рахаттанғанда ана мен көз алдыма баяғы өмір кіріп кетем кәдімгі. Қазан асылып, анау қазақша кең дала, кәдімгідей аттар, кәдімгі ат, анау жылқылар жайылып жүр, ат шабыс болып жатыр, көкпар, неше қайнаған қазақы өмір, керемет табиғат, сондай бір әлемге кіріп кетем мен. Соның ішіне айдырдың айдырды деп жағы ана орақ мамай жырларын айтасың, жағы қыз жібекті айтасың, осы екен деп қыз жібек жетіп келді қасына, Базарбайдың төлеген артынан келіп қаршыға жібек емес деген соң одан әрі жөнелді деп. Соның ішінде отырам мен. Кәдімгі төлегеннің кино сияқты, бір әлем. Кәдімгі кино. Баяғыда жыршылар, жыраулар
жыраулар, олар қазіргі телевидение мен радионың қызметін атқарған. Ана сөз бен саздың үйлесімділігін келтірген кезде, ана адам, отырған адам шыдай алмай кетеді ғой. Мысалы, жыраулар, Наурызбек жырау, сол жырлаған кезде, ана Ақселеу Сейдімбеков айтады, иманды болар, өзім көрдім. Айгүл дейді, сен мына жырды қайдан үйрендің? Сол мен ана Наурызбек, Болатбек жыраулардан үйрендім десем, сол мен Наурызбекті көрдім ғой. Сол айтқан кезде ана кісі дейді, мына жырға шыдай алмай, ішін басып алып, бақырып, шыңғырып жылады дейді. Уже сыймай кеткен ғой тыңдағанда, көз алдына елестегенде. Көрдің бе? Біз сондай құдіретті жеткізуге мына телевидение мүмкіндік бермей жүр ғой маған. Ләйлә. Сенің әлеміңе барып қыдырғым келіп кетті ғой. Көрдің бе? Мен сол рухани әлемнің ішінде жүзем, қалқып жүрем. Оны сесең жаңа орыс тілді, сенің екі сөзіңді не деп айтты? А чем она поет деген сияқты адамдардың арасында отырасында бір как будто бір инопланетянка ұқсап, басқа әлемнен келгенде өзіңмен өзің бүйтіп. Айтуға да естуге де болмайтын сөздер болады негізі. Айтуға болатын, естуге болмайтын. Естуге болатын, айтуға болмайтын сөздер. Сондай сөздер бар ғой. Қазір біз деген естуге болмайтын сөздерді насихаттаймыз рахаттанып. Мә деп балталап ұрғандай оның басына. Тағы да бір өткір пікірің қазіргі тренинг жүргізетін қыз-келіншектерге қатысты болды. Психологияның көкесі дінде. Психологияның көкесі қазақтың әдет ғұрып салт санасында. Сен болмайды, болады деген нәрсенің бәрі қазақ баяғыда айтып кеткен. Соны біз оқымаймыз да. Анау шетелдің бір нәрселерін оқып алып, осы сол айтқан ойбай ол құдірет. Себебі өмір естімеген адамның аты ғой анау. Бұл ойбай сұмдық өткен екен деп тыңдап қалады ғой. Ал ауылда ғана кемпір айтты деші, ана әжем айтты деші. Бір әжесі отырып айта салғанда деген сияқты қабылдайды да. Мысалы, біздің енді қазір айтсаң бар ғой, барлығы шулап қоя береді да. Мысалы, біз өзіміз, ата бабамыз, мысалы айтып отқан жырларымыздың барлығын сопылықты егерген, солардың қарап отырсаң, барлығы шариғат айтатыны. Терменің өзі тұнып тұрған шариғат. Термені тыңда да сен өзің тәрбиелейсің. Иә, сен де тренинг жүргізгің келіп отыр ма не? Жалпы осы тренингтарға қатысты, психологтарға қатысты пікіріңді білгім келеді. Қой құрсын, әр молда өз білгенін оқиды дейді ғой. Енді әр молда өзін жаттаған оқитын болған ғой, деңгей. Енді бүкіл Құран жаттап алмайды ғой. Енді арасында әркім өз дұғасын оқиды, тие берсін де бетін сипайды деген сияқты. Сол сияқты қазір психологтар қазақшалап жүрмін мен оларды. Әй, мынауың дегенің мағынасы мынау ғой деп айтып қоямын. Мен түсінгенімді. Иә деп қоштап отырады олар. Бір күнім аятникте барып отыр апам. Сосын апа сен мынауың деген нәпсі ғой кәдімгі. Анау иманың нәпсің бір көкжал бөрідей. Демек, бәрібір білім керек. Мысалы, біздің көбісі қазір кітап оқымайды адамдар. Тек дайын ана айтып отқаннан егеріп алғысы келеді да біреудің аузынан. Сондықтан ол оны дұрыс айтып отыр ма, дұрыс айтпай отыр ма, аузына келген сандайлай салды ма әшейін. Мысалы, қараш. Соны өзінің ақылы жоқ қой, не айтты солай қабылдап отыр ғой қазір көбісі. Сол үшін біздерде бір период болды, Ләйлә. Бір заманның сен де көрдің, оны мен де көрдім. Диплом сатылды, оқыған жоқ, көп келіншектер қара басып қалды. Білім жоқтықтың нәтижесінен қазір олар өзі балаға тәрбие бере алмайды. Иә, жаңағыдай біреуге ақыл айта алмайды. Сондықтан не істейді? Олар тренингке баруға мәжбүр. Ал оқыған сен сияқты кітаптың көзіміз көрмей қалғанша оқып түнімен ақып кеткенше, әй, көзің ақып кетті ғой, өшірші ана светті деген сияқты адамдар, біз кішкене оқып, кішкене білім жинап алдық сол жерде, иә? Енді қараш, сондай адамдарға не дейсің? Бірақ оларға да ең болмаса жаңа психологический бір қалай көмек пе? Солай кейде мен қолдау іздейді ау деп ойлаймын. Кейде кейбір жеріне қосыламын мен, оның бәріне қарсы емеспін. Мынау кәдімгі қазақтың салт дәстүрі санасының барлығы кәдімгі отырған психология. Біздің мына ана ене мен жаңағы келіннің деген бәрі тәрбиеде жатыр ғой барлығы. Сондықтан мен ойлаймын, жаңағыдай не істеу керек деген сұрақ. Қандай кітап оқу керек? Мүмкін білмейтін шығар қандай кітап оқу керек екен. Мен саған қызық айтайын. Нақты. Мысалы, Зейнеп Ахметова бар ғой. Шуақты күндерінен бастасыншы, қарапайым ана Бауыржанның жаңа қайынатасы Бауыржан туралы жазды мысалы, және де мен қазір өзім тыңдайтын мынау ғалымдардың бірі Омар Жәлел. Ол кісінің кәдімгі Абайдың сөздерін, табиғатын ашып, сондай біз мысалы өлең тақпақ қылып жаттап алғанбыз ғой. Сол өлеңдердің табиғатын ашқанда мен кәдімгідей сауаттанып қалам. Соны еще жариялаймын жұрттарға. Мына сөздің мағынасы мынау екен деп. Солай айтамын да. Сонда қарап отырсаң, бізде қазір енді бір науқан болып тұр ғой. Науқан дейді ғой. Науқан өтеді бұл науқан. Сол кезде мен ойлаймын, науқан бір өзі әр кезінде бір Кашпировскийдің бір сеанстары болды ғой, бәрі чумақтар, көзіңді жұмып. Иә, сондай науқан деп ойлаймын. Сондықтан бұл жерде енді нағыз білімдер қарады. Ертең өзі тыңдайды, бір сөзді қайталай бергеннен олар да жалығады ғой ең соңында. Сонда мен ойлаймын, сол кезде нағыздары қалады ау деп ойлаймын ең соңында. Бәкі бәрі бере берсін құрсын.
бірақ аналар соған миы уланып будда дінінен христиан дінінен алған бақытсыз болып өткен психологтардың насихатын айтқанша айналайын-ау, біздің мұсылманда 4 ілім бар: илмул фиқ, илмул ақлақ, илмул ақайд, илмул муамилат деген. Ол не деген сөз? Муамилат деген күнкөріс ілімің, кәдімгі өзің сауда саттық күндегі тіршілігің. Илмул ақлақ деген, илмул ақлақ деген, ол ақлақ деген мінез. Адам ең бірінші мінез құлқы дұрыс болу керек екен. Жан жағындағы қарым қатынасың дұрыс болу үшін. Айтады, өзіңді жөнде дейді бірінші. Өзің күн болсаң, жан жағыңдағы адамдар саған барлығы балға қонған арадай, жаңағыдай күнге светке қарай жүгіреді ғой, бүкіл шыбын шіркейдің барлығы жарыққа қарай жүгіреді ғой. Сол сияқты болады дейді. Илмул ақайт деген, мына ақайтты білмеген болданың басы кетер қақайып дейді. Қақайып деген не былай? Тәкаппарланып кетеді деген сөз ғой. Оның өзі әдеп. Илмул фиқ деген ол шариғаттың заңдары, бүкіл мұсылманшылықтың заңдары. Осы 4 ілімді игерген мұсылман адам өмірде ешқандай ол қиындық көрмейді екен. Я байлықта, дүниесінде, өзінің айналасында осылай 4 игерген адам бақытты өмір сүреді екен. Біздің мұсылман дінінің өзінің осындай ілімдері бар екенін білмейді де, ана басқа діннің бақасына, шаянына табынып, жаңағыдай бақыт деген осы екен деп, сондай ол да білімсіздіктен келіп отыр ғой, көрдің бе? Қыздың тәрбиесіне тоқталсақ. Міне қара, адам өзінің шақшасына сыйғанына шейін айтады дейді ғой. Өзінің тағдырын біреуге қайталанбау үшін өзінше беріп жатқан сабағы ғой. Бірақ айтсайшы, Құдайдың тағдыр деген не? Тағдыр өзі Алла тағала жаратты ғой. Сонда Алла тағала әркім 5 саусақ жаратса, 5-еуінің тағдыры 5 түрлі деген сөз ғой. Сонда дәл осындай болады бүкіл қыз деп. Айтшы, онда бәрін бір сымның бойына жығып қояр едік қой. Сонда айтады, біреу әкім болам дейді, халқы қаламайды. Біреу біреу бай болам дейді, Құдай қаламайды. Әй, сен бай бол деп, Құдай қаламаса ол қалай байиды? Ол өзі талаптанбаса, ойланып жата берсе бай болам деп. Әрекетке берекет дейді мысалы да. Негізі адам дейді, жаңағы біреуді тыңдау үшін дейді, оның дейді, өмірін бірінші қарау керек дейді. Ана адамның ол қалай өмір сүрді, ол адалдан, бэкграунды дейміз, былайша айтқанда. Бірінші ол тауып атқан дүниесін адалдан тапты ма, арамнан тауып атыр ма, оның әңгімесін есту үшін. Екінші, оның достары кім? Үшінші, ол осы өзінің айналасындағы адамдармен, өзінің семьясымен қарым-қатынасы қандай? Сол 3 сұраққа жауап беретін адам лайықты болса өзінің осы теориясына, сол адамды ғана тыңдау керек екен. Ол бір Мұхаммед пайғамбардың хадисінен екен ал. Менің түсінгенім, адам мен өзім ешкімге ақыл айтпаймын. Ал қазір бізге кім сонда ақыл үйретіп жүргендер? Ақыл үйретіп жүргендер көп. Қарға да, сауысқанда, бүркітті бәрі ақыл үйретіп жүр. Жолдасың еш уақытта саған таңдау алдында қойған жоқ па? Өнер не отбасы деп? Өнерім түсінбесе, мен футлярым, домбыраммен сатып жіберіп, мен баяда отыратын едім ғой. Кейде айтпай ма, Айгүл деп? Ойбай, өзі кімді алғанын біледі ғой, главный. Кімге үйленгенін. Онда баяғыда ажырасып кетіп қалатын еді ғой, мен түсінбесе. Көрдің бе? Значит, любит десең да. Ой, ол менің өнерімнен ләззаттанбаса, жаңағыдай сенің өзіңді Ләйла, ойбай, ананың ішіне сүңгіп кеттім деп. Мен оны сол танысқан күні сүңгіп жүргенмін ғой оны. Сол әлемге. Сондықтан ол сол әлемнің ішінде қалықтайтын болып тұр ғой. Аты бұл. Онда мен істесін. Семья болған соң барлығы бір-біріне үзіліп, махаббат болып, қартайғанша отыра береді деп ойламаймын. Ол ертегі өмір болған соң бәрі болады. Тек адам, әйел адам меніңше ойлаймын, ақылға салу керек көбінесе. Ақылға салу керек. Және де әйел басында осы адамға тұрмысқа шықтым деді ме, соның босағасынан сүйегім шықсын деп шығу керек та. Соның босағасынан сүйегім шығып, өлгенше бірге болам деу керек. Сонда ғана семья сақталады. Және де ол тәрбиеден. Ана біздің шешеміз мысалы, анам, мен өзім. Айналайын, мен саған оны қосқан жоқпын. Сен өзің Құдай қосқан өзіңнің таңдап алғанын деп мысалы. Баған бізге әңгімеңді айтпа деп осылай тәрбиелеген ғой. Мен өмірімде шешеме отырып алып, күйеуіммен екеуміздің арамызда әңгіме айтпаппын, шынымды айтайын. Мен өзімнің кухняма өзім қайнап жатырмын. Мен даже өмірімде қандай қиыншылық жағдайлар болып жатады шығар өмірде. Мен бірақ ешкімге елдің алдында өйтіп жариялап, осындай ойбай деп, мен өзімде өмірде қиыншылықтар болып жатса да, мен ешкімге жылап, өмірімде деп біреуден мен сүйініш іздемейді екенмін. Бір тәуекел алады, мың қайғының қамалын. Қайғыланып отыра бермей, тәуекел деген адамбыз ғой. Сондықтан осындай байбек болып кеткенбіз бәріміз. Қыздардың арасында ең несі сен шығарсың, азуынды ішінде бәрін отырғызып тұрғызатын. Мен тілмен алам, оларды мен төбелесіп қасқа мен. Мінезіңді жақсы білем. Ашық айтасың, әділсің, кейде біреуді ренжітіп алам деп қорықпайсың ба? Және де ренжітіп алсаң, кешірім сұрай аласың ба?
мен әділін айтам. Мен сондықтан мен Айгүл болып жүрмін ортамда, жаңағыдай сен айтасың ғой сыйлысың жаңағыдай главарь дейсің ба бір нәрсе. Главарь емеспін, мен бастамаймын. Бастайтын атаман қыздар бар арамызда, бір нәрселерді бастап жіберетін. Мен просто жөнін айтып отырамын, мынау дұрыс емес. Таразыға салам да, қайсысы тиімдірек. Бірақ біздің арамызда да мықты қыздар бар, мен тыңдайтын. Алланың әділ деген сипаты бар. Сені тыңдағаннан кейін саған сенім пайда болады. Түсіндің бе? Адамға деген сенім пайда болады. Сондықтан сен сол әділдігімен артыңа ертесің да адамды. Ал суайт болып, 200-ді болып, анаған бір жалпылдап, мынаған бір жалпылдап, одан қадіріңді кетіріп жаңағыдай я сөзі жоқ, аузында бөз жоқ болғаннан Құдай сақтасын. Мен сол өзім табиғатымда, мен төренің қызымын ғой. Шыңғыс хан ұрпағымын, білесің ғой. Сондықтан мен әділ айтамын. Мен қайынсіңлім ғой. Сондықтан мен тікесін айтамын. Әр жерде, әр өзінің кәсіби мамандарының білгірі отырған кезде ол мәдениет өркендейді, ол сала дамиды. А бізде әтештің қорасын қаз басқарып отыр. Қаздың қорасын келіп ит басқарып отыр. Иттің қорасын ешкі басқарған заманда. Сондықтан кімге ақыл айтасың? Әркім өзінің миына сыйған ақылымен жүр ғой, шынын айту керек. Лейла, біз екеуміз мен айтты, Лейла айтты деп халық олар осы дұрыс деп, бірақ халық тыңдап отырып, халықтың өзі қазына дейді, байқайды сынап түріңнен дейді. Сондықтан енді бүгін енді Лейла мен досым болғаннан кейін бұны журналист екенін ұмытып кетіп, эмоцияға беріліп, бұл мен әңгіме пікірталас, эфирге ұмытып кеттім, сол ұялып отырмыз. 178 мың оқырман бар. Солар қарай мен тыңдайды ғой, енді оқса оқыт арасында. Енді сен мына кең ауқымды өзің эфирге шақырғанға рахмет. Оның өзінде де мен ойлаймын, Лейла, сен мен бір танитын подружка емес, танысым емес, бір айтар ойы бар адам деп бір шақырып отыр деп ойлаймын. Рахмет, Айгүл, рахмет. Екеуміз дос болған соң арасында ұрсып талған шығармыз, бірақ әркім өзінің позициясында қалды, не болса да. Менің ойымша барлығына бірдей телеарна басшыларын, болмаса журналистерді, болмаса әншілерді кінәлай берген дұрыс емес шығар. Мүмкін бұл да бір өтпелі кезең шығар. Бәсекелестік болған жерде тек қана даму болады деп түсінемін. Алдағы уақытта үлкен концерттерде өзіңді жиі көретін болайық. Құрметті көрермендер, сіздермен эфирде келесі аптада жүздесеміз.